Сәлем достар, бүгін біз Оян қазақ фильміне қысқаша шоу жасап өтеміз. Фильмнің басы 1911 жылғы Қызылжар мен Омбы қалалар арасындағы оқиғалар жайында болады. Міржақып сол жылдары өзінің Оян қазақ өлеңдер жинағын жариялаған болатын. Өлеңде айтылған идеялар мен олар халық арасында кеңінен қолдау тауып жатады. Халық арасында Міржақыптың атын жамылып, мен Міржақыппын деп халықтың малын мүлкін жинап алатын алаяқтар пайда болады. Солардың бірі Базарбек. Ол өзін Міржақыппын деп халықтан жылу жинап жатқанында, халықтың бірі оны танып, бұл алаяқ деп оған жүгіре жөнеледі. Халық оның алаяқ екенін біліп табалай түскен кезінде орыстың әскерлері келіп, Базарбекті тұтқынға алып кетеді. Олар оны ұстап алғаны жайлы патша полициясына келіп мәлімдейді және олардан Оян қазақ кітабын алғанын айтады. Өздерінің тілмашы Смирновты шақырып алып, Оян қазақ кітабы не жайында екенін сұрайды. Және де бұл кітапты қайта тексерістен өткізу керектігін айтады. Олар Базарбекті Міржақып екен деп, оны тергеу үстіне алады. Базарбек сол арада мен Міржақып емеспін деп өзі ақтала бастайды. Сонда одан неліктен онда сен Міржақыптың атын жамылып жүрсің дегенде, ол барлық шындықты жайып салады. Ол өзінің Базарбек екенін және Міржақыптың атын жамылып халықтан мал-мүлік алып, ақша алып жүргендігін айтып береді. Олар оның не шындық, не өтірік айтып отырғанын білмей, оны алаяқ ретінде абақтыға қамап қояды. Бұл кездері Міржақып Қызылжар қаласында мұғалім болып жұмыс жасап жүреді. Кешкісін Міржақып мектепте қалып өзінің шығармашылығын жазып жатқанда, оның жолдасы келеді. Сейдазым оған жасырын хатты ұсынады. Ол жақтың барлық шифрмен жазылған екен. Ол жерде Ахмет Байтұрсыновпен кездесу жайында айтылып өткен екен. Олар енді Ахмет Байтұрсыновпен кездесу үшін Омбы қаласына қарай аттанады. Жол ортада бір үйір жылқыны көріп және оның ішінде ерекше бір жылқыға Міржақыптың көзі түсіп, оны өзінің біраз заттары мен өзінің жылқысына айырбастап алады. Ол жылқының атын Алагөз деп қояды. Міржақып Омбы қаласында Ахмет Байтұрсыновпен және де басқа қазақ үшін атсалысып жүрген ақын жазушылармен кездеседі. Сол жерде қазақ халқының ұстанымы жайлы құжатты көрсетеді. Осыны халық арасында тарату керектігі жайлы айтады. Бұл жайында қазақ жастарына айту керектігін және оларды дұрыс жолға салу керектігі жайында айтып отырады. Осы кездері патшаның тілмаштары Смирнов пен Мұқан қазақ шығармашылықтарының барлығын тексерістен өткізіп, оны саралап жатады. Бұл жерде қандай да бір мағынаның жатқаны жайлы білу керек болады. Олар Оян қазақ шығармашын Оян қазақ дегені үшін оны противостояние деп аударып, яғни көтеріліске шақырып жатыр деп Міржақыпты ұстауға бұйырады. Бірақ оларда ешқандай дәлел болмағандықтан, олар Базарбекті агент ретінде қолданады. Базарбек Міржақыптың ұйымдастырған жиынына келеді. Ол жерде сөз сөйлеп, Міржақыпты қалай сыйлайтынын, Оян қазақты қалайынан жатқа білетінін айтып сенімге кіре бастайды. Міржақып бұл жиында мектеп туралы, білім туралы, қазақша мектеп ашу мәселесін қозғаған болатын. Осы жиында ол өзінің болашақ жары Ғани Жамалды бірінші рет көреді. Ол Ғани Жамалды сол көргеннен ұнатып, күнімен ойын ойлап шығады. Көрдім ғой сол кезде көзіңізді. Осы кездері ол өзінің романы «Бақытсыз Жамалды» бастайды. Сенімге кірген Базарбек Міржақыптың не жазып жүргенін тіміскілей бастайды. Осылайынша Базарбек Міржақыптың «Бақытсыз Жамал» атты роман жазып жатқанын біледі. Міржақып Оян қазақтың екінші басылымын шығару мәселесі бойынша Фатих Мырзаға келеді. Оның жүріс-тұрысын, ізін аңдып жүрген Базарбек патша полициясына келіп барлығын айтып береді. Бірақ ол «Бақытсыз Жамал» роман не жайында екенін білмегендіктен, оны қайта істі аяқтауға жібереді. Ғани Жамал Міржақыппен кездесуге дайындалып жатқанда, оның жеңгесі келіп, оған құда түсетін жайлы айтады. Сен бәрін білесің ғой. Әлде мені күйіп.
Уағалейкумассалам. Мені бір өліммен алып қалған осы екен. Ол енді үйден шыға алмай Міржақыппен кездесуге өзінің сіңлісін жібереді. Сіңлісі кездесуге келіп, Міржақыптың беріп жүрген сыйлығы бақытсыз Жамал романын Ғайни Жамалға әкеліп береді. Ертесінде Ғайни Жамал сіңлісіне Мұқанды шақыруын өтінеді, онымен жеке сөйлеспекші болады. Мұқан мәз болып бір шоқ гүлін алып Ғайни Жамалға келеді. Ал Ғайни Жамал болса Мұқанмен бірге бола алмайтындығы жайлы айтады. Мұқан бұған көнбейді, одан жай ғана бас тарта сала алмайтыны жайлы айтады. Екеуі сөзге келісе алмай, Мұқан енді Міржақыпты жайынан қалтыра алмайтынын жеткізеді. Мұқан Міржақыпты жолдан күтіп алып сөйлеспек болып, оны дуэльге шақырады. Міржақып үйіне келіп еді, жолдасы есікті құлттап алыпты. Оған себеп Фатих Мырза Оян қазақтың екінші басылымын өзі алып келген екен. Фатих Мырза ешкімге сенбей сол кітаптарды өзі арқалап келгені жөнінде айтады. Ертесінде Мұқан мен Міржақып дуэльде кездеседі. Ереже бойынша екеуі бір-бірінен 15 қадам қашықтап ату керек. Мұқан дәл тигізе алмайды, ал Міржақып болса Мұқанның бас киіміне төп тигізеді. Дуэльден жеңіс тапқан Мұқан Міржақыптан кегін алмақшы болады. Ол Тілмаш Смирновқа келіп, Міржақыптың жұмбақ атты өлеңі Ресейді және патшалығын мазақ қылып мысалдаған өлең екендігін айтады. Смирнов бұл хабарды дереу патша полициясына жеткізеді. Ақыр соңы Міржақып пен Ғайни Жамал қосылып, екеуі үйлену тойын жасайды. Осы сәтті пайдаланып, үйде ешкім жоқ екенін біліп, Базарбек Міржақыптың үйіне келіп тіміскілей бастайды. Еш нәрсе таппай, Міржақыптың киімдерін үстіне киіп, өз-өзіне айнаға қарап тамсанып тұрғанда, шкафтың бұрышындағы кітаптарды көреді. Сөйтіп, Оян қазақтың бүкіл басылымын тауып алады. Ертесінде Міржақып Ғайни Жамалды өзінің үйіне көшіріп алып келеді. Оның жолдастары жанында бірге көмектесіп жүреді. Осы кезде үйге патша әскерлері кіріп келіп, үйді тіміскілеп іздей бастайды. Олар Базарбекті кіргізіп, кітаптардың қайда тұрғанын көрсетуін бұйырады. Бірақ Базарбек көрсеткен шкафтың ішінен кітаптар табылмайды. Жолдасының сөмкесінен табылған кітапты сылтауратып, Ресей әскерлері бәрібір Міржақыпты қамауға алып кетеді. Арада 2 жыл уақыт өткеннен кейін қазақтардың алғашқы съезі өтеді. Бұл съезде Алашордаға қосылу мәселесі қозғалады. Арада тағы біраз уақыт өткеннен кейін Міржақыптың ұлы дүниеге келеді. Оған Ахмет Байтұрсынов Абылай деген есім береді. Ал патша полициясы болса оларды ұлтшыл деген айыппен іздеуге салады. Ал негізіне келгенде олар өз-өзін қорғауға, елін, жерін қорғауға атсалысуға шақырады. Бұл кезең революциялар мен азаматтық соғыс кезеңдері болатын. Сондықтан алашордалықтар өзін-өзін қорғауға шақырып, қазақ автономиясын алу үшін атсалысуға шақырады. Әрине, бұл кезеңде де бүлікшілер мен сатқындар өте көп болады. Осылайынша бірталай әскер жинап, оларға қару-жарақтарды таратады. Осы кездері орыс патшасының әскерлері қарапайым халықтың үйіне келіп, үйдегі құнды заттарды алып, мал-мүліктерін айдап кетіп жатады. Міржақыптар болыс қызылдардың ісі екенін біледі. Ол қазақ газетіне кезекті мақаласын жазып отырғанда, шпиондардың бірі Міржақыпқа шабуыл жасайды. Оның Міржақыпқа шамасы келмей ұсталып қалады. Ертесінде ол сол шпионнан Колесниковтың қай жақта жасырынған жайлы айтуын бұйырады. Колесниковтың қай жақта жасырынғанын біліп, сол жерге әскерімен түннің бір уағында келеді де шабуыл жасайды. Олар халықтан тартып алынған бүкіл мүлікті халықтың өзіне қайта қайтарып береді. Бірақ сонда да жоспардың дұрыс болмай жатқанына Міржақып қатты ызаланады. Ахмет Байтұрсынов оны сабырға шақырып жатқанда, Міржақыптың баласы чырылдап жылағанын қоймайды.
оның баласы қатты ауырып, кейін шетінеп кетеді. Фильмнің жалғасын екінші бөлімде қысқаша шолып өтетін боламыз. Егер ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Және де каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Рахмет!